Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының қазақ емшілігі атты кітабынан қазақ емшілігі рецептерін ұсынамыз. 67 бөлім қара жидек. Қара жидектер тұқымдасына жататын көп жылдық өсімдік. Қара жидектің құрамында су, ақуыз, көмірсулар, органикалық қышқылдар, калий, натрий, кальций, магний, фосфор, темір, мыс, марганец, ковальт, никель, В1, В6, РР, С дәрумендері, фитонцидтер, өзектер, илікті және де пектинді заттар бар. Қара жидектің адам ағзасы үшін пайдасы өте көп. С дәрумені, илік заттар, эфир майы бар. Сондықтан жапырақтарынан жасалған қайнатпаның антисептикалық қасиеті жоғары болады. Диабет ауруы бар адамдарға қара жидек жапырақтарының қайнатпасы және жидегі аса пайдалы. Қара жидек жеген адамның көз тамырының қан айналымы жақсарады. Асқазан қабыну ауруларына, қан аздыққа, жұқпалы іш ауруларына, түрлі инфекцияларға қарсы бүйрек тасын шығаруға қара жидектің пайдасы өте көп. Қара жидектің жапырақтарын бұқтырып шайдың орнына ішеді. Егер осы видео ұнаған болса, арнамызға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз.